Қазіргі жастар қамшының мәнін біле ме? Енді қазіргі жастар көбінесе бұл қамшыны бір сувенир ретінде, бір сән ретінде біледі ұстап жүргенге деп, нағып бұл енді бір аталарымыз ұстаған деген оймен ұстайды, бірақ терең мәнін оны білмейді. Бұл қамшының енді ерекше қасиеті ерекше. Бұл енді бірінші қорған болған не бір байлар, не бір бектеріміз, біздің аталарымыз атқа мініп қамшыны сәндеп, күміспен шегелеп ұрып, сөйтіп атын жаңағы аттан секіріп түскенде қамшыны қамшыны қонышына қоя салып, бүйтіп мәсіге қонышына қоя салып, сөйтіп жүрген. Сөйтіп қайтып алып, күннен кейін атты бәйгеге салғанда, көкпарда бірінші бәйгеге салғанда, содан жаңағы мереге жақындағанда, бәйге ат жақындағанда аталар айқай салады, шолап, бас Асланбек, бас қамшыны дегенде қамшымен басады, атты қамшымен ұрып, сонда ат қамшының арқасында бәйгеден бірінші орын, алдыңғы орындарды алып келетін болған. Қамшының арқасында, қамшының қасиеті өте зор бұл. Аталарымыз қамшы тұтып, үйгеліп қойған бұны. Қонышына салып жүрген жерге ештерге тастамағанда, қол болса, екі қол босамаса, қонышына салып қойып, жаңағы сөйтіп құрметте ұстап жүрген қамшының. Қамшының өте қасиеті зор бұны. Бұның кейін қамшы істейді, мынау тобылғы дейді, қасиетті ағаштан істейді сабында. Негізі қандай саптан істей бермейді. Мынау ағаштың өзінде қасиет бар, тобылғы деген ағаш, бұл өзі қатты ағаш, оның жөні бөлек, оның өзі басқа. Сол сияқты әдейі осындайдан ағаштан ғана істейді, басқа не болсын істей бермейді қамшыны. Сол істегенде де ұста жақсы аталар, мына пәленше 7 өрім, 8 өрім деп жаңағы өріміне сәйкес қамшыны істей берген. Істеп, балаларға, кішкентай балаларға қолын ұстатып үйреткен. Кішкентай кезінде мінекей осы қамшы деген ұстаған адам, бала кейін мықты бала болады. Бұл қамшыға арқа сүйейді. Қамшы дегеніміз бұл енді бұл айтқанда күш қуат береді. Атқа отырғаныңда қамшы ұстап отырсаң, атта жеңіл отырасың, түзу отырасың. Қамшы жоқ болса, әшейін бүйтіп қоқайып қалады адамды. Қамшы бүйтіп отырғанда, сабамаса да қамшы отырғанда жігіт жақсы жігіт болып өседі. Бойы ұзын, келбеті әдемі, сұлу болып, фигурасы әдемі болып өседі. Аталар соны бәрі білген ғой біздің аталар. Атасы қазіргі жастарға, балаларға бұны үйрету керек. Иә, қазіргі жастарға мінекей үйретіп, қамшының қасиетін айтып, үйретіп жүреміз. Құдай қаласа, жастардың бәрі сен сияқты балалар бәрі Құдай қаласа бәрі білетін болады, бірінен бірі хабарласып, қамшыны құрметтейтін болсындар. Қамшы бұл береке, қазақтың мұсылман үйінде тұрған кірген қонақ, бірінші келіп қамшымен домбыраға қарайды екен. Бар ма үйде деп та. Екеуі тұрса, бұл үйде бәрі бар деген сөз. Бәрі бар деген сөздер сондай болады. Көрдің бе, Асланбек? Қамшыны тек әдемілік үшін ғана ұстамайды екен. Ол біздің қазақ халқының рухани дүниесінің бір бөлігі ретінде ұғыну керек. Соны сендер оқып, осы бастан түсіну керек. Жарайсың, Асланбек, түсініп қалсың.